Қайырлы күн достар. Бүгін 30 наурыз 2022 жыл 19:07. Видео түсіру себебім қасымда Жамбыл облысы мәслихатының депутаты, Аманат партиясының атынан партиялық тізіммен өткен Жамбыл облысы әкімінің орынбасары қызметі лауазымына дейін жеткен, қызмет атқарған Ерқанат Нұрбапаұлы Манжуов. Ерқанат Нұрбапаев, неліктен сіз қоғамдық кеңесті қалыптастыру комиссияның алдында менің атымды қозғап, бір адамдар, үшінші адамдар айтты деп, мені қарыз алатынмын, мен ақша алатын екенмін, мен басқа нәрсе жасайтын екенмін, теріс заңға қайшы. Неліктен айттыңыз ондай сөзді? Құрметті оқырмандар, бүгін комиссияның отырысы өтті. Сағат 10-нан бастап қазір қосады. Сол комиссияны жеке-жеке үміткерлерін қарадық. Сол жерде менен қателік шықты. Оны мойындаймын. Исламбек туралы келгенде комиссия мүшелері мен Исламбек Дастамға профессионалдық жағынан, ешқандай жағынан ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ қоғамда мен бірнеше адамнан естідім, пікір сондай бар екен. Ол кейбір аудандарға шыққанда келіседі. Мен мынау қателіктерімді көрсетемін, или көрсетпеймін. Бірақ олардың ортасында мен тұрған жоқ, мен оны дәлел қоймаймын. Ол ақпарат ретінде айтылды. Өзінің пікірін айтты. Сіздер қолдайсыздар ма, қолдамайсыздар ма, дауысқа салдық, дауысқа жібердік. Енді Исламбекпен қазір отырып әңгімелесіп отырмыз. Мен телефон соққанда сразу айттым. Я, Исламбек, мен қателік істедім. Ол қателікті ер азамат ретінде мойындаймын. Сіздердің көздеріңше тағы да Исламбек сенен кешірім сұраймын. Мен қателік жібердім, оны мойындаймын. Өйткені мен жаңа айтқандай орталарында тұрған жоқ. Растығын, дұрыстығын мойындай алмаймын. Жаңа Исламбек өзінің ойын айтты. Не үшін кейбіреулер оны жақтырмайтын да түсіндірді маған. Енді өмір көрсетеді. Мен тағы да кешірім сұраймын. Исламбек қателік менен болды. Неліктен сол комиссияда айттыңыз? Енді мен себебін, мотив дейді. Мотив әр адамдың біз пікірді салдық, ой пікір салдық. Кім қоғам кеңеске мүше болатын болғаннан кейін, ертеңгі күні қоғамға өзінің үлесін қосады. Сондықтан сіз сол кезде мені екі сазы қоғам кеңесінің мүшесі болған азамат ретінде сіз мені сол комиссияға сол әңгімелеріңіз үшін лайықсыз деп есептейсіз ба? Мен сол кезде сөйтіп айттым. Жоқ, нақты лайықсыз деп есептейсіз ба мені? Менде сондай пікір болды. Ол пікірмен мен дауыс бердім. Жоқ, сіз сол пікірмен келісесіз ба, келіспейсіз ба? Қазір сен өзіңнің ойыңды айттың. Мен өзім ойлаймын, мен қателік істедім. Мен мойындап отырғаным, одан мен кішіреймеймін, өйткені ер азамат қателігі болса мойындалдым. Жоқ, сіз сол айтылған пікірмен келісесіз ба, әлде келіспейсіз ба? Жаңа үшінші адамдар айтты ғой сізге мен туралы. Келіспеймін. Мені енді осы жердегі менің намыстанған дүнием, міне Ерқанат Нұрбапаевты мен замәкімдік кезінен білемін сіздің. Сіз шақырдыңыз, үкімет емес ұйымда жұмысымен таныстыңыз, мен алған әлеуметтік жобалардың жұмыс нәтижесін бәрін көрдіңіз, мен бәрін ашық айттым, мен деген әрі қарай ашық айта беремін. Қанша мемлекеттің бюджетін алсам, мен соның бәрін ашық есеп беремін. Енді дәлелсіз менің ар намысыма тиетін клевета дейді, оскорбление дейді, клевета дейді, менің ар намыс
ойламайды тигенді хоть әлеуметтік желіде жазсын хоть басқа жазсын мен өте қатты қабылдаймын өйткені мен қоғамның алдында жүрген адаммын мен деген ешкімнен мен деген я ештеңкемді жасаған емеспін мен уже осы қоғам үшін жұмыс жүргеніме 15 жыл болды сонда мені жақтыратын адамдар бар жақтырмайтын адамдар бар маған келіп ой секе міне конверт деп берген адамдар бар мен қазір міне прямой эфир түсірем дегенде менің машинамнан түсіп қашқандар да болды мен сөйтіп жарым мен деген оны жоқ деп айта алмаймын бар но бірақтан мен оны өзімнің адамдық санама адамдық дүниеге саламын егер маған біреу келіп сіз жамандасың басқаны жамандасың оны дәлелсіз болса мен неге оны қоғамға айтамын мен айта алмаймын өйткені оған дәлелім болу керек және мен оған көзім жету керек мысалы сіз туралы басқа туралы мен деген үшінші адам туралы почти көп адам оқыған кезде айтпаймын ғой мен хорошо ол әркімнің өзінде пікірі қалады өзінде несі қалады таныс адам болса сұрау керек білу керек кері байланыстыру керек сен осыны білдірмей жатырсың осыны ауданнан сен туралы әңгіме шығып жатыр ғой неге мен айтамын ол ауданда 120 адам мені жек көреді неге өйткені мен деген олардың жаңағы туалеттерін жөндеп жатқан мен деген олардың жаңағы ұтылған тендерлерін жөндеп жатқан мен деген олардың жаңағы соққан кемпіртегі құрылыстарын айтамын басқасын айтамын міне енді Исламбек біз бір-бірімізді түсіндік деп ойлаймын тағы да жаңа айтты ғой менің қателік болды одан мен мойындап отырмын енді осымен ары қарай сен енді менің айтқан сөзімді айтқан кешімімді өзің білесің сол алысса мен аға ретінде ары қарай сәлеміңіз дұрыс болсын оны мен әлеуметтік желіге саламын оны мен не істеймін өйткені қоғамда айтылған нәрсе ол қоғамда егер де сол жерде пікір беретін болса ой бұл ақша жинайды басқа қылатын болса айтыңыздар мен деген ашықпын мен деген әрбір фактке әрбір нәрсеге мен кері байланысты білдіріп мен деген оны дәлелдеп шығамын әрбір ісіме және әрбір сөзіме келістік рахмет